Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Соңғы бірнеше күнде билікте күтпеген өзгерістер басталғанын барлығыңыз байқаған боларсыздар. 2 мамырда демалыс күні аяқ астынан Қасым-Жомарт Тоқаев Дариға Назарбаеваның өкілеттілігін тоқтатты. Назарбаевтың қызы енді депутат та емес, сенаттың спикері де емес. Оған дейін Дариға заң бойынша елдегі екінші адам саналатын. Қызық өзгерістер бүгінде жалғасуда. Жаңа биліктің көзі қандай? Бұл өзгерістер нені білдіреді? Және сарапшылар Тоқаевтың аяқ асты қимылдары туралы не деп жатыр? Сол туралы әңгімелесейік. Кеттік. Сонымен Дариға Назарбаева елдегі заң бойынша ең беделді екінші адам емес. Оның қайда кеткені әлде белгісіз. Дариға Назарбаеваның сенат спикері қызметінен кеткеніне 2 күн өткенде Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы да оның парламенттік өкілеттілігін тоқтатты. ОСК-ның Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның өкілеттілігін тоқтату туралы қаулысында. Қазақстан Республикасы президентінің Назарбаева туралы 2020 жылғы 2 мамырдағы нөмір 325 жарлығының қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның өкілеттілігі тоқтатылды деп белгіленсін делінген. Шұғыл жиналған сенат отырысында Дариғаның орнына Мәулен Әшімбаев спикер болып сайланды. 2 сағат бұрын ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Мәулен Әшімбаев сенат депутаты болып тағайындалған еді. Мәлім KZ сайты тілшісіне сұхбат берген саясаттанушы Дос Көшім бұндай ауыз түйістерге еті үйренгенін айтады. Және одан еш нәрсе өзгере қоймайды дейді. Сенат төрағалығына Дариға Назарбаева былтыр ғана келді. Енді аяқ асты кетіп қалды. Оның себебін ешкім айтқан жоқ. Бір нәрсені бүлдірді ме, әлде басқа қызметке ауысуына байланысты кетті ме? Өркениетті елдерде бұндай қызметтегі адамдардың отставкасы елге түсіндіріледі. Бізде жұмысына рахмет айтып шығарып тастады. Дариға Нұрсұлтанқызы өзі де айтқан жоқ. Мен жалпы ауыз түйістерге қатысты пікір білдірмеймін. Өйткені одан да түк өзгермейді. Және бұл үйреншікті жағдай. Мәулен Әшімбаевтың ұлттық идеология бағытындағы жұмысын қолдаймын. Бірақ ол да осы жүйенің адамы. Ол еш нәрсе өзгерте алмайды. Саяси жүйе өзгермей, еш нәрсе өзгермейді. Бізде сол баяғы совет үкіметіндегідей бір бөлменің ішінде 40-50 адам отырып алып, өз білгендерін жасап отыр, дейді саясаттанушы Дос Көшім. Осылайша Қазақстан парламент тарихында Мәулен Әшімбаев ең жас сенат төрағасы болып отыр. 49 жастағы саясаткер бұған дейін президент әкімшілігі жетекшісінің бірінші орынбасары болған. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары, президент көмекшісі, президент әкімшілігі төрағасының орынбасары сынды лауазымды қызметтерді атқарған. Одан басқа бәрімізге белгілі Дәурен Абаев та өз жұмыс орнын ауыстырды. Ол Әшімбаевтың орнына келді. Тоқаев жарлығымен Дәурен Абаев Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрі қызметінен босатылып, президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды. 2016 жылдың мамыр айында Дәурен Абаев Қазақстанның ақпарат және коммуникациялар министрлігінің басшысы қызметінен келіп, 2019 жылдың 25 ақпанында Қазақстанның ақпарат және қоғамдық даму министрі болып қайта тағайындалған. Абаевтың орнына енді Аида Балаева ақпарат және қоғамдық даму министрі болып тағайындалды. Аида Балаева 1974 жыл туған, министр болып тағайындалғанына дейін ол Алматы облысы мен қала әкімшілігінде әртүрлі жұмыстар атқарған. 2008-2010 жылдары Астана қаласының ішкі саясат басқармасының бастығы, 2010-14 жылдары Астана қаласының әкімінің орынбасары, ал 2019 жылдан бастап осы уақытқа дейін Тоқаевтың көмекшісі болған. Сонымен 2 күн ішінде биліктегі ең жоғарғы лауазымды адамдар өзгерді. Ол туралы саясаттанушы Андрей Чеботаревтың өзінің Фейсбуктағы парақшасында білдірген ойын келтірейік. Әкесі президент болып тұрғанда 2006 жылы тағайындалған Дариға Назарбаева заң бойынша сенатор ретінде 6 жыл. 2021 жылға дейін отыра алар еді. Оның 2019 жылы жаңа президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен қайта тағайындалуы алдын ала келісілген болып отырған тәрізді. Назарбаева ханымның 2003 жылдан бері саяси мансабы, өзінің Асар партиясын құрып, оған басшылық етуі, оған әрі қарай жылжуға мүмкіндік бар екендігін көрсетеді. Бірақ оның да шегі бар. Яғни оның позициясында басымдық беруге байланысты белсенді әрекеттер байқалса, бірден бейтараптандыру
шаралары қолданылады. Вице-премьер болып отырғанда осындай жағдай болған және қазірде қайталанып отырған сыңайлы. Саясаттанушының сөзінше Нұрсұлтан Назарбаев елдегі жағдайға әсер ету тетіктерін сақтап қалған. Сондықтан Дариға Назарбаеваның Сенаттан кетуі келісілген. Былтырғы жылдың соңында оны Нұр Отан партиясының төрағалық позициясына тағайындап жатуы мүмкін деуге айтарлықтай негіз болды. Осы арқылы парламент сайлауына түсіп мәжіліске ауысу мүмкіндігі қарастырылды. Дариға Назарбаева үшін тағы бір сәтті мүмкіндік мемлекет басшылығына вице-премьер ретінде қайта оралуы. Ол былтырғы жылдан бастап әртүрлі салаларда бастамалар мен ұсыныстарын білдірді және билік сол нәрселерді дәл өзіне жүзеге асыруды тапсыруы мүмкін, дейді саясаттанушы. Дәурен Абаев болса мемлекеттегі идеологияға көп жылдан бері жауап беріп келе жатқан адам. Енді жаңа орында сол жұмысын одан сайын күшейтуі сөзсіз. Сарапшылардың барлығы әртүрлі мінездер білдіріп жатқанымен бір жағынан толықтай келіседі. Елде енді жаңа саясат басталады және ол саясатты жүргізушілер Тоқаевтың өз адамдары болмақ. Елде өтірік президент аталып жүрген және көзбояушылық реформаларымен белгілі Тоқаевтың саясаты қандай болмақ? Әлде ештеңе өзгермей ме? Оның үстінен коронавирус тағы бар. Ал онымен бірге экономиканың қиын жағдайы да. Халықтың ақшасы таусылып, ызасы көтеріле бастағаны тағы бар. Алдағы бірнеше күнде жаңа команда қандай істер бастайтынынан бұл мәселені шеше алмайтындығы анық көрінетін болады. Сонымен бүгінге қысқаша жаңалықтар осындай. Өзгерістер болса міндетті түрде сіздерге хабарлап отырамыз. Ал сіздің осы өзгерістер туралы пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылыңыздар. Назарыңызға рахмет, амандықта көріскенше.